Сәлеметсіздер ме? Мен Сәрсебекова Балнұр Шымкентбайқызы, микробиология және вирусология пәнін оқытушы. Бүгінгі тақырыбымыз тырысқақ ішек жұқпаларының қоздырғыштары және зертханалық диагностикасы. Мен сабағымды Абай Құнанбайұлының адамның адамшылдығы ақыл, ғылым, жақсы ата, жақсы ана, жақсы құрбы, жақсы ұстаздан болады деген сөзінен бастағым келіп отыр. Сабақтың тақырыбы тырысқақ ішек жұқпаларының қоздырғыштары және зертханалық диагностикасы. Сабақтың мақсаты тырысқақ жұқпалы аурулардың қоздырғышын микробиологиялық диагностикасын анықтау. Бағалау критерийі: тырысқақ қоздырғыштардың морфологиялық және дақылдық қасиеттерін біледі. Тырысқақ жұқпалы ауруларының микробиологиялық диагностикасын анықтай алады. Бактериалды ішек жұқпасы бактериялар қоздыратын клиникалық белгілер асқазан ішек жолының әрекетінен бұзылумен байқалатын және басқа да белгілер ұқсас жұқпалы аурулар тобы болып табылады. Бактериалды ішек жұқпасының қоздырғыштарына қантышқақ, эшерихиоз, іш сүзегі, сальмонелла және тырысқақ ауруы жатады. Бүгінгі тақырыбымыз сол тырысқақ ауруы жайлы. Тырысқақ ауруының қоздырғышы тырысқақ виброны деп аталады. Яғни осы тырысқақ вибронның морфологиясына келетін болсақ, өте үлкен емес, үтірге ұқсайтын, аздап иілген, таяқшалы болып табылады. Төменде мысалы суретте көрсетілген, яғни аздап иілген, таяқшалы бактерия тобына жатады. Өте жылдам қозғалады, спора мен капсуласы жоқ, грамм теріс боялады. Ал дақылдануына келетін болсақ, тырысқақ виброндары факультативті анаэробтар, яғни оттегі бар жерде де, оттегі жоқ жерде де өмір сүретін микроағза тобы болып табылады. Қоректі ортаны талғамайды. 37-38-39 градус температурада жақсы өсіп дамиды. Ет пептонды агарда, ет пептонды сұрпада жақсы өседі. Қоршаған орта факторларына төзімділігі 100 градуста бірден өледі. 60 градус температурада тырысқақ виброндары 5 минутта өледі. Қайнатқанда тез өледі. Төменгі температураға төзімді болып келеді. Мұзда бірнеше айлар бойы сақталады. Теңіз және өзен суларында бірнеше апта, ал шыбының шегінде 5-6 күнде сақталады. Кептіргенге және күн сәулесіне тырысқақ виброндары өте сезімтал болып келеді. Инфекция көзі, таралу жолдары. Инфекция көзі негізі адам болып табылады. Таралу жолдары азық-түлік, су және қоршаған ортаның нысандары арқылы жұғады. Патогенезі. Бағана айтып өттік, тырысқақ виброндары ауыз тағам арқылы, су арқылы жұғады деді. Яғни жұқпа ауыз арқылы жұғады. Содан кейін асқазанға өтіп, асқазандағы асқазан қышқылы арқылы біразы сол жерде өледі, біразы сол жерде тірі қалады. Сол тірі қалған қоздырғыштар өздерінен токсин бөледі. Яғни сол токсин азада диареяның пайда болуына әкеп соқтырады. Яғни ең бірінші несі, клиникалық белгілеріне келетін болсақ, ең бірінші диарея пайда болады. Және іштің өтуі, іштің ауырсынуы, құсу пайда болады. Сол нәжісінің клиникалық белгілеріне қарайтын болсақ, нәжісі сулы болып келеді, және көп мөлшерде болады, иіссіз, түссіз болады, және күріштің суына ұқсас болып келеді. Одан кейін құсады, жүрек айниды, осындай клиникалық белгілер пайда болады. Ең бірінші сусыздану, ағзада сусыздану белгілер пайда болады. Науқас ағзасынан суды және тұздарды, минерал заттарды көп мөлшерде жоғалтады. Иммунитетіне келетін болсақ, тұрақсыз және ұзаққа созылмайды. Микробиологиялық диагноз қою. Ең бірінші зерттеу материалына не аламыз? Зерттеу материалына нәжіс, құсық, тағамдар, суды аламыз. Зерттеу әдісіне келетін болсақ, бактериологиялық, бактериоскопиялық. Соның ішінде грамм әдісімен бояу, микроскопиялық, ілінген тамшы әдісі арқылы. Еміне келетін болсақ, емі 2 сатымен жүргізіледі. Біріншісі, ауруханаға жатқызылғанға дейінгі жоғалтқан сұйықтықты толтыру. Екінші, ары қарай шығып жатқан сұйықтықпен минералдарды қалыптастыру. Алдын алу.
тырысқақтың алдын алу үшін басқа елдерден осы жұқпалы ауруларды алып келуден сақтандыру, эпидемиологиялық бақылау жүргізу, үй тазалығын жақсартуға бағытталған. Соның ішінде халықтың таза судың жағдайын санитарлық эпидемиологиялық талапқа сай болуын қамтамасыз ету, ағынды суларды дезинфекциялау, көпшілік тамақтандыратын орындардың тазалығын қатаң сақталу. Ең негізгі арнайы алдын алу ол тырысқақ вакцинациясы және холерген антоксинін қолдану. Осы бүгінгі тақырыбымызды бекіту қорытындылау үшін тапсырмалар берілген. Сол тапсырмаларды орындаймыз. Бірінші тапсырма: осы бүгінгі тақырыбымызға байланысты кесте берілген. Сол кестені тақырыпқа байланысты қосымша іздене отырып кестені толтырамыз. Кестені толтырып болғаннан кейін тапсырманың жауабымен өз жауабыңызды салыстырамыз. Екінші тапсырма: алдымызда белгілі бір сурет белгіленген, яғни Петр табақшасында өсіп шыққан микроағза берілген. Осы микроағза жайлы қоздырғыштың өсуін бойынша берілген кестені толтырамыз. Үшінші тапсырма: бүгінгі тақырыбымызға байланысты жағдаяттық есепті орындаймыз. Бірінші есеп: зертханаға зерттеу объектісі келіп түсті. Зерттеу барысында грамм теріс, спираль тәрізді, қоректік ортаны талғамайтын, факультативті анаэробта жақсы өсетін қоздырғыш келіп түсті. Сұрақ: бұл қай қоздырғыш? Екінші есеп: ауруханаға науқас мынандай шағыммен келіп түсті. Үштің өтуі: нәжісі сұйық, түссіз, иіссіз, күріш суындай, құсу, шөлдеу, балтыр еттерінің ауырсынуы. Бұл қандай жұқпалы аурулар? Осы тапсырмаларды орындап болғандықтан тапсырмалардың бағалау критерийі бар. Осы бағалау критерийіне сүйене отырып өзімізге қорытынды шығарамыз. Яғни бал берілген, сол бал бойынша өзіміздің бағамызды бағалаймыз. 8 бен 10 балдың арасында 90-100%, 5 бен 8 балдың арасында жинасаңыз 75-85%, 2-5 балдың арасында бал жинасаңыз 50-75%, 1 балға дейін болатын болса 49-дан 0%-ға дейін пайыз аласыз.